отырыңдар. Тәрбие сағатын бастамас бұрын бүгін бір-бірімізге тілек айтайық. Мен бастаймын. Каждый с цепочками кете береміз Жанеркеге, Жанержанға, Нижан Нұртасқа деген сияқты. И соңында батыр алдыда қысқайтатын болады. Жанерке, мен саған бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Мен саған бүгін осы сабақтың қызықты және түсінікті орын еттім. Мен саған деп бақыт ғана тілеймін. Мен саған бүгінгі күнге сәттілік тілеймін. Бүгінгі күніңді жақсы өткізуін қалаймын. Бүгінгі сабағын жақсы өткізуін. Бүгінгі сабағын Birinci saatte ders bara Өте маңызды. Өйткені адамның тұлға болып қалыптасуы, оның мәдениеті мен еңбекке деген көзқарасына тікелей байланысты болып келеді. Қай заманда болмасын, халқымыз мәдениеттілік пен еңбек сүйгіштікті жоғары бағалаған. Қазақ халқы әдептілік, әдемілік, еңбек, береке бастауы деп бекер айтпаған. Өйткені мәдениетті адам айналасына сыйлы болса, еңбекқор адам өз өмірін ғана емес, тұтас қоғамды алға жетелейді. Мәдениет бұл тек сыртқы әдеп емес, ол адамның ішкі дүниесінің барлығы, оның ой өрісі, адамдармен қарым-қатынасы, өзін қоғамда ұстай білуі, ал еңбек адамның өмір сүруінің негізі, табысқа жетудің, армандарды жүзеге асырудың басты жолы болып келеді. Еліміздің болашағы сендерсіңдер, жас ұрпақтың қолында. Сондықтан әрқайсыңыз мәдениетті, білімді, еңбекқор болып өссеңіздер, еліміздің де абыройы асқақтай түседі. Елдің дамуы ер азаматтың саналы іс-әрекетіне байланысты. Енді сендерге мен қазір адал еңбек туралы мультфильм қосатын боламын. Тақтаға назар аударасыңдар. Оның жаңағы көршісінің Абзал есімді баласы бар екен. Ол бала өз бетінше талаптанып шахан медресесіндегі ұстаздан дәріс алып тұрады екен. Менің анам екенін әбден білген бала. Бір жағынан ата-анасының да айтқанынан шықпайтын тілалғыш, адал, көркем көзді ұл болып өседі. Бұл бейшара өзінің қақасын өз тауып ата-анасының көмектессін деген оймен оның қасына көмекші тұрады. Еңбек жалпы етікшіліктің талаптанып шахан медресесіндегі ұстаздан дәріс алып тұрады екен. Ненің адал екенін әбден білген бала. Бір жағынан ата-анасының да айтқанынан шықпайтын жалғыш, адал, көркем көзді ұл болып өседі. Бұл бейшара өзінің қақасын өз тауып ата-анасына көмектессін деген оймен оның қасына көмекші тұрады. Еңбек жалпы етікшіліктің бар қыр-сырын үйретеді. Бала бойына етікшінің екі жамағында үнемі жүріп кеңейтіндігін байқап қалыпты. Аң-таң болған Абзал етікші ұстазынан мұның мәнісін сұрайды. Сонда ол: «Қарағым, етік жамағында жүкті түймесек, ол етік көп ұзамай қайта жыртылады. Сөйтіп оның иесі оны жамағыға қайта әкелмейді. Сөйтіп маған жұмыс, бала-шағама нан табылады», депті. Сонда Абзал медреседен алған ізгілік сабақтарын есіне түсіріп үлгерді. «Ағатай, бұл күнә ғой. Адам кәсібіне адал болу керек емес пе?» Етікші бұл сөзге аса құлақ аспай, «Адалдық адамға нан болмайды ғой», деп жауап бере салды. Бала
ұстазының одан ары сөз таластырып жатпайды. Өйткені ол үлкендердің алдында әдеп сақтау, жақсы баланың қызық екенін медреседен оқып біліп алған еді. Күндердің күнінде бала етікшілік кәсіпті ұстазынан кем білмейтін дәрежеге жеткен соң, өз бетінше етік тігуге кірісіпті. Бірақ та ол етік жамағында жіпті түйіп тігеді екен. Арада көп уақыт өтпей, шаһар халқы ісін ұқыпты істейтін етікші туралы естіп, жұрттың барлығы соған етік жамататын болыпты. Ал оның ұстазына етік тігуге адамдар мүлде келмей қойыпты. Сонда ұстазы бұның мәнісін білмек болып шәкіртіне сұрағанда, ол кімдегі өз ісін адал атқарса, әлбетте Аллах Тағала оның адам еңбегіне береке береді. Баланың еңбекте басы жанына оның медреседе алған білімі себепші болса керек. Өйткені ондағы ғалым кім қандай іспен айналыспасын, сол істің хас шебері болуы тиіс деп жиі қайталайды екен. Бейнероликті қарадыңдар ма фильмді? Кім не түсінді? егер де адам өзінің еңбегін жақсы істеп, адал істейтін болса, онда сол еңбегінен көбінесе ақша алады, табыс алады, және де өзінің де сыйымды алады. Жарайсың? Тағы дұрыс. Адам еңбек еткен кезде ол әрқашанда айналасындағы адамдарға пайда әкелу керек, яғни ол өз ісін сонымен қатар адал істеу керек. Адал істеген кезде оның еңбегі оған нам береді. Себебі адамдардың көңілінен шығып, сеніміне кіру ол өте маңызды болып келеді. Себебі әр азамат өзінің кәсібін ашқан кезде халыққа пайдасы болу үшін ғана ашады. Яғни адал еңбектен адал табыс табады деген мағына. Жақсы ғой. Қазір бізде сұрақ-жауап шеңбері болады, бірақ нақты шеңберге жиналмағандықтан мен қазір араларында бірнеше оқушыны таңдаймын да осы отырған сұрақтарға жауап беретін боласыңдар. Бірінші сұрақ бізде: мәдениетті адам қандай? Нұртас, мәдениетті адам қандай? Мәдениетті адам Тәртіпті. Тағы? тәрбие көрген, Тағы? Яғни үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсететін адам мәдениетті адам болып келеді. Отыра ғой. Еңбек не үшін қажет? Негізі оңай сұрақ: еңбек. Еңбек не үшін қажет деп ойлайсың? еңбек бізге өзіміздің жейтін тамағымызды табу үшін керек деп ойлаймын. Тағы да? Отбасымызды, яғни өсіру үшін келешектегі балаларымызды, жалғаған ұрпақтарымыздың күнкөрісіне үлесімізді қосу үшін керек. Жақсы, отыра ғой. Бірақ ол тек қана табыс табу үшін ғана емес, өзіміздің сүйікті хоббимізбен айналысу үшін. Былай қарап тұрсаң, өмірдің мәні сол еңбек арқылы кетеді ғой. Үшінші сұрақ: сен қандай еңбек түрін ұнатасың? Жөнеке? Негізі еңбек түрінен жақсы да және жаман да болмайды деп ойламын, бірақ жалпы мағынада еңбектің түрі ол өте көбінесе адал қызмет ететін және де жаңағы шығармашылыққа бейімделген еңбек түрлері өте. Жақсы. Еңбек түрі деген сендердің айналысатын хоббиларың: біреу сурет салады, біреу тақпақ айтады, біреу ән айтады. Тағы біреуі ол ата-анасына көмектескен өзі де еңбек болып табылады. Қасындағы достарына,
таныстарына, мұғалімге көмектескен өзі еңбек болып табылады. Еңбек тек қана жұмыс дегенің сенің келешектегі мамандығың ғана емес, еңбектің түрлері өте көп. Келесі сұрақ, үлкендерге қалай құрмет көрсету керек? Кәусар? Үлкендерге, мысалға автобуста орын беріп, сыйлап, яғни көмек сұраған кезде көмектесіп, ауыр жүктері болса, қолында пакеттері болса, жолай болатын болса ғана тасып беруге, көмектесуге. Тағы да қосатындар ма? Басқаларында тағы қандай көмек түрі бар үлкендерге? Сөз қайтармау ол бізде мәдениетке жатады. Тәрбиеміз. Жақсы, келесі сұраққа көше берейік. Қоғамдық орында өзін қалай ұстау керек деген сұрақ. Бұған бізде Мансұр жауап береді. Қоғамдық орында өзінді қалай ұстау керек? Мәдениет ұстау. Тағы. Қатты сөйлеуге болмайды. Қатты сөйлеуге болмайды. Қатты күлуге болмайды. Қатты күлуге болмайды. Сөйлесуге болмайды. Сөйлесуге болады, бірақ дауыс қатты шықпау керек, біреулерге ол кедергі жасамау керек. Тағы да. Тыныш болу керек. Қоғамдық орын, яғни сендер сыртта жүрген кезде, мектепте, немесе театр, кинотеатрда, сол кезде жүргендерінде қандай тәртіп сақтайсыздар? Жақсы уақыт. Еңбекқор адамға қандай қасиеттер тән? Еңбекқор адамға қандай қасиеттер тән? Тұрамыз. Кім жауап береді? Нұрсая жауап бере ма? Жәлеке екеуі? Еңбекқор адамға қандай қасиеттер тән? Еңбекқор адам өзінің жұмысын адал жасайды. Өз отбасына, үйіне нан, тамақ табады. Әрдайым ол үшін соғуға көмектесуге дайын тұрады, иә? Әрдайым көмектесуге дайын тұрады. Қандай жұмыс болсын, адал жасайды. Жақсы, молодец, отыра ғой бақыр. Сен үйде қандай көмектер жасайсың? Алихан? Үйде отбасына, ағана, мама папана қандай көмек? Молодец. Досың саған көмектеспесе не істейсің, Алижан? Досың саған көмектеспесе не істейсің? Орнынан тұр. Саған жауап бересің ба? Оңай сұрақ қой. Досың саған көмектеспеймін дейді, менде ондай мүмкіндік болмай тұр. Мен ол күні бос емеспін дейді. Сен мысалы үйіне даланы, ауланы жинауға шақырасың. Ол саған көмектесе алмаған, мен бос емеспін дейді. Сен не істейсің? Ол кемесін мен де жинамайын деп үйде жата бересің ба? Өзің жинайсың. Немесе басқа достарынан сұрап көресің, солай ма? Көмектесе аласыңдар ма, бірге жинап тастайық деп, иә?
Отырalım. Madaniyetli söylüyor degenimiz ne? Hayır. Balagat söz aytmalı. Yeah. Basırхан ayıp жатырмайды siz деп söylüyor. Yani ülkenge hürmet көрсетіп söylüyor. Негізі siz деп даже үлкенге де кішіге де сөйлеу керек. Себебі сен ол адамды бірінші рет көріп тұрсың, танымай тұрғаннан кейін сіз деп сөйлейсің. Ол саған сен отбасың емес, досың емес деген сияқты. Тағы мәдениетті адам. Мәдениетті сөйлеу дегеніміз орынды сөйлеу. Артық зат айтпау, адамның көңіліне тиетін сөздер айтпау. Солай ма? Жақсы, отыр. Болашақта қандай маман болғым келеді? Абылай. Қандай маман иесі болғым келеді? Қандай маман? Болашақ профессияңды қалай елестетесің? Жарайды, Абылай. Жақсы. Яғни етін сақтауыңызды қалайсыңдар. Батырхан, сен қол көтеріп едің ғой. Кім болғың келеді? Болашақ маман қандай иесі? Болашақ маман мен полиция қызметкері болғым келеді. Халықтарға өз көмегімді көрсеткім келеді. Жақсы, күшті. Айтамын. Мен болашақта дипломат болғым келеді. Себебі мен шетелге саяхат қана жасап қоймай, біздің еліміздің шетелде мәселелерін шешіп, өз елінің басқа елдермен достығын сақтайтын еді. Өте жақсы, Нұрсия. Сөйлемейміз. Жөнекей. Тынышталыңыз. Жақсы, өте жақсы. Елге пайда келтіру үшін не істеу керек? Жұлдыз. Патриот болу керек және де қос тастамау керек. Елді тазалық ету болмайды және де Қол ұшын созып көмектесу. Өздерінің мамандықтары бойынша, мысалы біреу заңгер болса, собаны айтқан біреу полицейский болса, сендер барлықтарын отыра қой. Адамдармен связанный жұмыс болып тұр да сендерде. Сендер олардың қауіпсіздігін сақтайсыңдар. Оларға көмек қол ұшын созасыңдар. Соңғы сұрақ, жалсаулық пен еңбекқорлықтың айырмашылығы неде? Айару? Жалқаулық пен еңбекқорлықтың айырмашылығы неде? Жалқау болмау керек. Айырмашылығы екеуінің. Жалқау адам қандай және еңбекқор адам қандай?
жалқау адамның табысы жоғары болмайды. Еңбек жолдарына жалқау адамда яғни табыс та иә оның ешқайсысы болмайды. Ал еңбекқор адамда келешек өмірінде неге өмір сүретіні, қалай өмір сүретіні бәрі шешілген болып келеді. Яғни ол болашақпен өмір сүретін адам. Ал жалқау адам бүгінгі күнді ғана өмір сүретін адам болып келеді, иә? Отыра ғой. Суретте, тақтаға назар аудасыңдар, суретте көрсетіліп тұр еңбек түрлері. Мына жақта еңбек түрлері бізде тынышталамыз. Ата-анаға көмектесу еңбек түрлері, сосын жалғыз өзінің ғана нанын емес, және басқаларға да тоже нан көзі болатын. Мына жақта комбайншы, үй салатын адам. Кім? Қазақша. Құрылысшы. Және де өзінің үйіндегі сестрасына, сестренкасына, досына, құрбысына көмектесетін адам, атасына, апасына көмектесетін адам, яғни ағаш отырғызып, су тасып, гүл суғарып, бақша суғарып деген сияқты. Соңғысы сол ағаш суғару, күзде піскен алмалар жинау, оның бәрі еңбекке жатады. Қазір бізде мақалды жалғастырып ойыны болады. Суреттегі мақалды жалғастырамыз. Еңбек етсең ерінбей, тұрып жауап берсек, Батырхан. Қойрада қарның тіленбей болады. Келесі оқу білім бұлағы, білім өмірші. Жақсы. Әдепті бала, арлы бала, иә? Еңбек түбі, еңбек түбі, еңбек түбі, береке. Көп еңбек етсен, тіленбей? көп еңбек етсен, көпке жетесің. Бірлік бар жерде, дұрыс. Тазалық, денсаулық, дұрыс. Абылай молодец. Үлкенге құрмет, молодцы. Отан, отбасынан басталады. Еріншектің ертеңі, дұрыс. Қазір бізде бір сөзбен сабақты сипаттайтын жақсы сөз. Бір-екі сөйлем жетеді. Аты жөндерін жазуды ұмытып кетпеңдер. Кім бірінші болады, сол өз еркімен айтуға болады не жазған ойларын. Тақтаға назар аударамыз, сояқтан оқимыз. Бір сөзбен бүгінгі сабақтар қандай әсер алды, соны жазасыңдар. Бір сөз дегенде бір сөйлем, бір-екі сөйлем жетеді негізі. Бүгін не ұқтыңдар? Сабақ қызықты өтті ме? 3 минут уақыт берем. Өзі бір-екі қана сөйлем, соны жаздырсыңдар болды. Бүгінгі сабақ қалай өтті, қандай әсер алдыңдар соны. Бір сөйлем, бір-екі сөйлем бүгінгі сабақ қалай өтті, қандай әсер алдың соны. Жақсы өтті. Соны жазамыз. Қандай
өздерінің ойындарын және де өздерінің көзқарасын Жақсы. Өте жақсы. Алихан. Тағы да қайталап жүрсең. Молодец. Отыра ғой. болды. Болашағым үшін керекті білім алдым. Және сабақты сипаттайтын бір сөз ол болашақ. Эльзара, отыра ғой. Жүресің. Бүгінгі сабақ қызықты болды, ойланумен батылдық болды. Жақсы. Тағы да кім оқығысы келеді? Қорықпай айта беріңдер, бір сөйлем айтсаңдар да жеткілікті. Бүгінгі сабақ қалай өткені, өздерінің әсерлерімен бөлісесіңдер, қандай ақпарат алғандарыңды, немен танысқандарыңды. Тағы айтатындар бар ма? Жақсы. Кім Нұртас? Мен бүгін сабақты жақсы түсіндім. Молодец. Отыра ғой. Енді кері байланыс. Бізде бүгінгі сабақ түсінікті болды ма? Әлде сендер түсінбей қалған жерлерің болды ма сендерде? Немесе тағы да сұрақтарың бар ма қоятын? Жақсы. Орындарыңыздан тұрамыз. Бүгінгі тәрбие сағатына қатысқандарыңыз үшін көп-көп рахмет.